Ақылгөшін шағын орталық. Тәрбиешімен Накипова Гүлмира Жанердіқызы, тәрбиеленуші Атарбек Диана ересек топ. Бүгін біздің тапқыр зерттеуші тақырыбында біз сезім екеуміз тұзды зерттемекшіміз. Сезім қарағышы, бұл бізде не ол? Тұз. Тұз қандай болады? Татты ма, ащы ма? Ащы болады. Ащы болады. Тұз қандай? Сұрандай, қараш? Ақ. Біз қауіпсіздік ережесіне байланысты тұзды қолмен ұстауға болмайды, солай ма? Қолмен ұстамаймыз. Бізге арнайы қасық құралғысын алдық, және де майлықты алдық. Қарайды. Тұзды қарашы, тұзды ери ма, ерімей ма? Ерімейді екен, қараш, бұны есіп көрші тұзды. Қасықпен есіп көр. Езілей ме екен? Езілмейді, езілмейді. Тұз бізде қандай? Ақты. Ол тұз ащы бола ма, или тәтті бола ма? Ашты болады екен. Мұнда бізге салқын су және де ыстық су берілген. Мұнда бізді бүгін тұзды зерттейміз. Тұз ыстық суда ерей ме, әлде мұздай суда ерей ме екен? Соны бақылаймыз, жарай ма сезім? Ендеше бір қасық тұзды ыстық суға батырып араластырып көр. Сау, араластырып көр. Тұзымыз не істеп жатыр? Еріп жатыр. Тұзымыз қандай? Сұрғыш болды я суымыз. Жарайсың. Ал ендеше екінші қандай суға батырамыз? Салқын суға. Кәнекей араластырып көр. Тұзымыз не істеп жатыр? Ерімейді я салқын суда. Тұзымыз салқын суда ерімейді екен. Бұл бізде салқын су мен ыстық суда ерімейтінін бақыладық. Ендеше мынаны қара. Мұнда бізде екі ыдыста су берілген. Осы суға қасығымызбен пайдаландық. Мұнда 5 қасық тұз сала ғой. 5 қасық тұз салшы. Жақында сал. 1, тағы да енді сал. 2, тағы да сал. 5 қасық сал. 3, 4, 5. Енді әбден араластыр. Екінші қолымызбен ыдысты ұстаймыз. Араластыра ғой. Суымыз біздің сұрғыш болды, я? Мұнда біз әбден араластырайық суымызды. Бізде екінші ыдысымызға тұз мүлдем салмаймыз. Жарай ма? Мұнда бізде 2 жұмыртқа берілген. 2 жұмыртқаны бір ыдысқа тұз суға біреуін салып, тұзсыз суға біреуін саламыз. Ендеше сала ғой. Ішіне сала ғой. Қарашы, тұзсыз суда біз жұмыртқамыз батып кетті ма? Батып кеткен. Ал екіншісін. Ал енді қарашы, жұмыртқамыз не істеді біздің? Батты ма, батпады ма? Батпады, е? Батпай, жоғарыға көтеріп қалды, қарашы. Екеуінің қара. Қайсысы батты? Бұда біз тұз салған жоқпыз, солай ма? Біз бүгінгі сабақ тәжірибемізде тұзды зерттеп, тұздың ыстық суда ерейтінін байқадық па? Ерейтінін байқадық. Мұздай суда әлі ерімейді, қара? Әлі ерімеді. Ал тұзды суда және тұзсыз суда жұмыртқаның батпауын біз тексердік. Тұзды біз қандай тағамдарда қолданамыз? Тағамдарға қолданамыз біз тұзды? Тағамдарға қолданамыз. Тұзды біз неге пайдаланамыз? Суға қосамыз, е? Тағамдарға саламыз, солай ма? Тұзды шайға салуға бола ма? Болмайды, е? Тұзбен ойнауға бола ма? Болмайды. Бүгінгі біздің сабағымыз тұзды зерттедік.